Injustice. Бұл Супермен зұлым болса не болады деген сұрақтың жауабы. Injustice әлемі бәрі Лоис Лейннің өлімінен басталады. Оны Джокер алдап Суперменнің қолымен өлтіреді, және Метрополис қаласы да жойылады. Сол сәттен бастап Супермен «Мен енді әділет іздемеймін, мен әлемді өз бақылауыма аламын». Ол біртіндеп диктаторға айналып, Лига справедливости екіге бөлінеді. Бұл супер қаһармандар тарихындағы ең қатты моральдық бұрылыстардың бірі болатын. Injustice Mortal Kombat жасаған студияның туындысы. Иә, бұл ойынды NetherRealm Studios жасаған. Mortal Kombat техникасын қолданып, бірақ DC әлеміне бейімделген. Сол себепті қимылдар, анимациялар және спецэффекттер Mortal Kombatқа ұқсайды. Бірақ қан мен қатыгездік жоқ. Оның орнына супер қаһармандардың эпикалық ультимейт шабуылдары бар. Мысалы, Суперменнің орбитаға ұшырып жіберуі. Флэштің жерді айналып келіп көтіңнен бір ғана. Айта берсең көп. Ойынның сюжеті комикс әлемінен де терең. Injustice'ның ресми комикс сериялары да бар. Олар ойын оқиғаларынан бұрынғы 5 жылды көрсетеді. Бұл комикстер Бэтмен мен Зеленая Стреланың бір-біріне қарсы шығуы, Чудо-женщина мен Киборгтың Супермен жағына өтуі, Харли Квиннің даму жолы бәрі толық баяндалады. Комикс фанаттарының айтуы бойынша, бұл Injustice сериясы DC-дің ең үздік альтернативті тарихының бірі.